Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін жаңа жылдық дастарханға арналған шырша дайындаймыз. Алдымен жұмыртқаның үстіне сүт, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді жұмыртқаны 3-4 бөлікке бөліп, жұқа құймақ пісіреміз. Дайын болған құймақтарымызды 2 бөлікке бөліп, ұзынша етіп жұқалап тураймыз. Қақталған тауықтың төс етін ұзынша етіп кесеміз, немесе мен сияқты 2-3 сағат бұрын тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қосып, алдын ала қойып қоямыз. Содан соң пісіріп аламыз. Қара өрікті де ұзынша етіп кесіп аламыз. Грек жаңғағын сақтаймыз. Енді барлық кесіп дайындалған заттарымызды бір ыдысқа салып, үстіне майонез, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Айтпақшы, сарымсақты қосуға ұмытып кетпеңіздер. Енді салатты безендіру үшін қиярды ұсақтап тураймыз, немесе мен сияқты үккіштен өткізіп алсаңыз болады. Енді қиярды ортасынан бөліп, салатты безендіруге дайындаймыз. Тарелкаға шыршаның формасын келтіріп, салатты саламыз. Енді салаттың үстіне қиярды төменнен жоғары қарай шырша тектес әсемдейміз. Шыршаның үстіне қарақат жидектерін алып, ойыншық орнына қойып шығамыз. Ең соңында ірімшіктен жұлдызша жасап, шыршамыздың төбесіне қоямыз. Осымен жаңа жылдық шыршамыз дайын. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Жаңа жылдық мәзірді менімен бірге дайындап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.